Сәлем достар, сіздермен Назгүл. Бүгін кәдеден рулет дайындайтын боламыз. Ал ендеше кірісейік, каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Бізге ет қажет, сәбіз, пияз, сарымсақ және кәдімен баға майды қыздырып 500 грамм туралған етті қуырып аламыз. Бұрыш қосып тұздаймыз. Жауып бұқтырып қоямыз. Сәбізді майда төртбұрыштап тураймыз. Пиязды да екіге бөліп майдалап тураймыз. Турап болғаннан кейін етке қосып жақсылап бәрін қуырамыз. Араластырып, бетін жауып бұқтырып қоямыз. Тайм бойынша кәдіні кесуге кірісеміз. Кәдіні осылай ұзын-ұзын қылып кесеміз. Екіге бөлеміз. Кәдінің сыртымен онша емес кесілген жерлерін турап, етке қосып, оны да бірге қуырып аламыз. Ас көктіде турап, майдалап, етке қосып, барлығын жақсылап қуырамыз. Екі сарымсақты да езгіштен өткізіп, барлығын бұқтырып қуырамыз. Нала табамызды майлап қоямыз. Бір-бір тілінген кәдіні алып, ішіне бұқтырып қуырылған етті салып, орап, барлығын қатарынан қойып шығамыз. Достар, менің каналымда басқа да тағамдардың рецептері бар. Танысып көрсеңіздер болады. Менде осындай 2 табаға шықты. Енді үстінен құйып пісіретін соусты дайындауға кірісеміз. Бөлек ыдысқа қаймақ пен томат пастасын қосып араластырамыз. Тұз қосамыз, бұрыштаймыз. Барлығын жақсылап араластырып, тағы да үстінен су құямыз. Араластырып болғаннан кейін кәдінің үстінен құйып шығамыз. Нала 180 градусқа қыздырылған пешке 50 минутқа салып пісіріп аламыз. Достар, біздің кәдеден жасалған рулеттеріміз дайын. Ас болсын.